الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم رحمة الله وبركاته. Құрметті жамағат, қадірлі үлкен жасты ақсақалды аталар, ақжаулықты аналар, Астана жұртшылығы бүгін елдің мерейін асқақтатып, Алаштың айбынды Астанасының 20 жасқа толған күнінде ел болып, халық болып қуанып жатқан мерекелі күнде жұма менен қасиетті күнмен сәйкес келген мерекеміз қайырлы, құтты, берекелі болғай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның үмметіне қалтырған әрбір ісі, сөзі, еткен амалы, көрсеткен өнегесінің барлығы сүннет болып саналады. Біздің халқымыз Алла елшісі Расулулланың сөзін, хадисін ғұрпымыз деп, сүннетін салтымыз деп келген жұртпыз. Міне тәуелсіздікті алып, ел болып, бүкіл әлемге танылғаннан кейін осындай ғалап шаһар салынып, оның 20 жыл толуында куәгер болып отырмыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Маккатыл Мукарраманы ешқандайда бір сәтке де сені қиып тастап кетпейтін едім, егер де деген қажеттілікті айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Мәдинатул Мунаввараны алдын Ясраб деп аталатын халықтың басы топтасу үшін қала деген, орталық деген атауменен мен мұндалаған, көптің басын құрай алған, елді бір жерге шоғырландырып, жинай алған игі бастама болды. Міне біздің елордамызда елбасымыздың шешіміменен Астана деп аталуыменен бүкіл қазақ елінің, Қазақстанда өмір сүріп жатқан барша қауымның ортақ үйіне, орталығына айналып та үлгерді. Бұл да болса ұлтты үйістіріп, ұлысты біріктіріп, татулық пен тұрақтылықты ту еткен елбасымыздың игі бастамаларының арқасында. Соның үшін әрбір ел үшін, көп үшін болып жатқан жақсылықтарға телеулес бола отырып, осы мерекеміз қайырлы болсын. Бейбіт өміріміз бүгінгі жетіп отырған жетістігіміз бен берекеміз бен бірлігіміз баянды болғай. Бүгінгі уағыздан алдында және бір тарихи жағдайды айта кеткім келіп отыр. Жуырда біздің мемлекетіміздің басшысы, елбасымыздың шешіміменен бүкіл түркі жұртының, мұқым мұсылман жұртының қадірлі де қасиетті болған Түркістан орталығы болып, Түркістан облысы болып аталғанын баршаңыз білесіздер. Міне сол орында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының қара шаңырағының және бір өкілеттігін ашып, жаңа жұмысқа да кірісіп кеткен жайымыз бар. Демек осы ұлан ғайыр алып мекен, байтақ даланы мекен еткен барша халықтың қай жері болмасын, біз үшін аса қадірлі де қастерлі болып саналады. Дегенменен сол Түркістанның орнының, қазақ мұсылмандығының, біздің діни таным түсінігіміздегі кешегі ұлылар мен жақсылардың мекен тепкен осы бір руханият ордасында біздің де өкілеттігімізді ашып, мен өзімнің орынбасарымды Наурызбай Тағанұлын, тағы біршама
бөлім сонда көшіп те жатқан жағдайларымыз бар. Демек, ел үшін, халық үшін осындай шешімдерімізді де жасап жатырмыз. Бүгінгі жұма намазында уағызымыз сүннетпен амал етудің маңыздылығы жайында болмақ. Алла Тағала қасиетті Құраны кәрімде Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. وَمَا آتَاكُمَ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا صدق الله العظيم. Алла субханаху ва тағала пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам өздеріңе нені жеткізген болса, соны шын көңілден қабыл етіп алыңдар да, ал қандай нәрседен тыйған болса, содан тыйылыңдар дейді. Демек, бұл Құраны кәрімдегі Алла Тағаланың берген анықтамалығы менен ереже. Адамзаттың абзалы соңғы елшісі Расулалла, ақыр заман пайғамбары үмметке қандай нәрселерден бұйырылғанды жеткізген болса, соны бұлжытпай орындау керек. Қандай дүниелерді тыйған болса, сол нәрселерден тыйылу керек екендігін айтып отыр. Ал Алла елшісі Расулулла саллаллаху алейхи ва саллам өзінің хадисінде мен сендерге екі нәрсені қалтырып бара жатырмын. О екі нәрсені бекем мықтап ұстайтын болсаңдар, ешқашан жаңылмайсыңдар дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам. Олар не екеуі? Ол китаб Аллахи ва суннаты набии. Алланың кітабы және Алланың елшісінің сүннеті болып саналады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сүннет біздің жүрер жолымыз, бізге әрбір Құранның аяттарына кеңінен түсіндірме беретін шариғаттың ережелерін нақтылап белгілеген және тұнған өнегелі өмір салты болып саналады. Және бір Құраны кәрімнің аятында Алла субханаху ва тағала «Алладина аману ва лам ялбису иманахум бизульмин улаика лахумул амну ва хум мухтадун». Садақаллахул азим. Иман келтіріп, имандарын зұлымдықпен жауып, міне соларға нағыз қорқыныш және нағыз тура жол тапқандар дейді. Демек, Алла субханаху ва тағала иман келтіріңдер, бірақ имандарыңды зұлымдықпен былғамаңдар. Егер иманында бекем тұрып, ешқандайда зұлымдыққа жол бермеген болса, міне оларға ешқандайда қорқынышта қауіп жоқ. Нағыз Алла Тағаланың тура жолын тапқандар деп Құраны кәрімде баян етеді. Бұл аятты жеткізудегі мақсат пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан зұлымдық деген не? Кісіге өткізіп қойған бір қатты, көңілінде қалған қайғы салып басына, яки болмаса сіздің бір кесіріңіз тиіп жатса, зұлымдықтың әртүрлі өлшеміменен сахабалар бұны түсінгенменен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан сұрайды. Сонда біз зұлымдықты пендеміз ғой, әрбір кезде болуы мүмкін, бірақ та қайсымыз зұлымдық жасамадық дейсіз деп пайғамбарымыздан сұрады. Сонда Алланың елшісі Расулулла саллаллаху алейхи ва саллам ол зұлымдық сендер ойлағандай мағынадағы зұлымдық емес. Ол Хазіреті Лұқманның ұлына насихаттағанындай, яғни Хазіреті Лұқман ұлына былай деген еді: «Ла тушрик биллахи инна ширка ла зулмун азим». Ұлым, перзентім, көз қуанышым, Аллаға серік қосушы болма. Ширк зұлымдықтың ең үлкені деді. Осы секілді ары қарай жалғасын табатын Лұқманнан ұлына айтқан даналық өсиеті сынды
бірінші орында. Алла Таланы бір деп, хақ деп таныған адам Алла Талаға иманында бекем тұруында, Аллаға еш серік қоспауында, Алла Таланың бұйырған амалдарын толық орындауында. Міне жоғарыдағы аят иман келтіріп, бірақ зұлымдықпен былғамаңдар. Ал енді жаны тыныш табатын тура жолда болған пенделер, бұлар сол иманында, ұстанымында берік болғандар дейді. Айша анамыз бен Ибн Масуд радиаллаху анху Құранның мына аятына бұлай деп түсіндіреді. Астаиду билля хафизу аля салавати вас салатил вуста. Садақаллаху лазим. Намазды бек ұдайы оқыңдар. Намазды үзбеңдер. Барынша дұрыс, кемшіліксіз вақуму лиллахи қанитин. Шынайы ықласпен, ниетпенен оқыңдар. Соның ішінде әл-вуста, орта намазды да дедім айтылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның демек намаздарға бекем болуын Алла Тағала Құр'анда бұйыруымен бірге ортаңғы намаз екендігінде тоқталып айтқандығын міне хадистерде түсіндіре отырып, ол біздің намаздыгер, яғни асыр намазы екендігінде түсіндіреді. Сондықтан да Алла Таланың бұйырған амалында берік тұра алып, Алла Талаға еш серік қоспастан, Алла Таланың өзінің хақтығына ғана иман келтірген бойда тақуалықта болған пенденің ғана жоғарыдағы аятқа мәні де, мағынасы да, ұстанымы да сәйкес келеді екен. Және бір Құран-ы Кәрімнің аятында ақимус салат, намазға тұрыңдар, намазға берік болыңдар, намазды үзбеңдер. Демек бұл үкім ретінде, Алла Таланың әмірі ретінде келіп отырады. Демек сүннеттің тағы да бір қызметі, ол астарлы мәнде келген мәселелерге Құранның аяттарына түсіндірме жасаумен қатар қысқаша баяндалған жайттарды да кеңінен түсіндіреді. Сондықтан Алла субханаху ва тағала Құрандағы намазды оқуды бұйырумен бірге сол намаздың қалай өтелуін, әрбір парызын, уәжібін, сүннетін, оның мұстахабты, Алла Тағала ондағы тиімді болған намазды бұзатын дүниелердің баршасын анықтап түсіндіріп берген кім? Ол Алланың елшісі Расулулла. Демек үкім бар, үкімді түсіндірген ол пайғамбарымыз сүннеті арқылы жеткізілді. Инна салата канат алал муъминина китабан мауқута. Садақаллаху лазим. Намаз мүміндерге белгілі уақыттарда парыз етілген. Намазды оқуды белгілі уақыттарда парыз етілген деген аяттың өз мағынасы менен біз тікелей мағынасынан көп түсіндірме ала алмай қаламыз. Қанша намаз, қандай уақыттарда? Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам бұл мәселеде өз сүннетіменен нақтылап берген. Алла елшісі Расулулла айтады: Жебірейіл мен Қағбаның жанында маған 2 рет имамдық жасап намаз оқытты дейді. Бірінші рет күн тас төбеге көтерілген шақта 5-інде. Бар нәрсені көлеңкесі өз бойымен теңескен сәтте намаздыгерді. Ораза тұтқандар ауыз ашқан сәтте намазшамды. Күн шапағы әбден көрінбестей болғанда құптан намазын, және ораза ұстағандарға ішіп жеу тыйым салынған сәтте таң намазын оқытты дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам өз сөзін жалғастыра отырып, Жебірейіл періште 2-ші рет 5 намазын, бар нәрсенің көлеңкесін өзінен 1 есе ұзарған сәтте
намаздыгерді көлеңке 2 есе ұзарғанда, ақшам намазын әуелгідей уақытта сол сағатта, құптанды түннің 3-тен 1-не жақын сағатта, айнала толайым жарық болған сәтте таң намазын оқыды дейді. Сонан соң маған бұрылып, уа Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, сенен бұрынғы нәбилердің уақыты осындай намаз уақыты еді. Міне осы 2 уақыттың аралығында өзің ұстанасын деп маған үйретті дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға алғашқы намаз парыз болуыменен және намаздың қай уақыттарда, қай сәттерде және уақыттарының ара қашықтығында белгілеп беру Жебірейіл алейхиссалам үйреткеніндей үмметке кейін парыз болып, міндетті мойнындағы Алла Тағаланың алдында хаққысы болып саналды. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намаз оқыңдар деп бұйырған Алла Тағаланың әмірін түсіндірушісі әрі анықтаушысы ретінде үмметке саллу кәмә раайтумуни усалли, мен қалай намаз оқысам тура сол секілді сендер де солай ешқандай өзгеріске түсірместен орындаңыздар деп пайғамбарымыз көрсетті. Сондықтан да құрметті жамағат, Алла елшісі Расулулланың сүннеті біздің Алла Тағаланың алдындағы мүминнің хаққысы болған намаз құлшылығымызда да, Алла Тағаланың бұйырған оразасында, Алла Тағала бізге бұйырған зекетте, хажылықта, барша амалдарында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қалай үйреткен болса, солай орындау кейінгі үмметке міндет болып қалды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сонымен бірге қажылық мәселесінде де. Пайғамбарымыз, білесіздер, өмірінде бір-ақ рет қажылық орындаған адам. Егер Алла елшісі Расулулла қажылық парыз болған амалды бірнеше рет егер орындау қажетті болып көрсеткенде, онда үмметке ол парыз болып қалатын еді. Пайғамбарымыз сол парыз болған қажылық амалын қалай орындау керек екендігін өзі жүрісіменен, әрбір амалдармен манасиктарды орындауменен көрсетті. Сондықтан да хадисте пайғамбарымыз худу манасикакум, қажылық ережелерін, қағидаттарын, талаптарын үйреніп алыңыздар деп бұйырды. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұйырған Алла Тағаланың барша амалдары мен парыздарын осылай түсіндірді. Және Құр'аны кәрімде мирас мәселесі жайында жалпылама айтылғаныменен, міне сол мұра мәселесінде, мұрагерлік мәселесіндегі шариғат амалдары менен үкімдерінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түсіндірді. Құр'анда астаиду билла юсикумуллаху фи ауладикум лиззакари мислу хаззил унсайейн. Садақаллаху азим. Балалардың мұрагерлігін Алла Тағала былай белгіледі. Бір ер баланың үлесі 2 қыздың үлесіне тең деді. Жалпы мағынада мейлі ол Алланың елшісі нәби болсын, әулие сафи болсын, өте мұқарраб, жаратқанға жаны жақын болған Алланың бір лайықты құлы болсын, аяттағы айтылған үкім баршаға ортақ екені белгілі еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүние салғанда сүйікті қызы Фатима анамыз радиаллаху анха Абу Бәкір радиаллаху анхуға жолығып, әкесінен қалған мирасты сұрайды. Сонда халифа оған өзі естіген мына хадисті айтқан: «Инна ма'шарал анбияи ла нуаррис ма таракнаху садақатун». Біз пайғамбарлар қауымы артымызға ешқандай мирас қалдырмаймыз. Бізден тек садақа ғана қалады деген пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның хадисін жеткізді. Міне осылайша Алла Тағаланың елшісі Расулулла
мирас мәселесіндегі, және пайғамбарлар мирасы мәселесіндегі, және ұрпағына, мұрагерлігіне қалатын дүниенің үлес салмағы қалай болу керек мәселесінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам түсіндірді. Дәл осы секілді әл-қатил ла ярис, кісі қанын мойнына жүктеген адам мирасқор бола алмайды дейді пайғамбарымыздың хадисінде. Адам қанын мойнына жүктеген кісінің мирастан үлес ала алмайтындығын, мысалы, өз әкесін өлтіріп, көкесін, өзінің нағашысын, өзінің бауырын, міне соған қиянат жасап, зұлымдық жасаған адамға мирас талап ете айтылмайтындығын нақтылап, Құрандағы мирасқа қатысты жалпылама үкімнің түсіндірмесін жасады. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осылайша өз сүннеті арқылы Құранның аяттары менен Алла Тағаланың бұйырған амалдарын, парыздарын пайғамбарымыз түсіндірді. Шариғат үкімі ретіндегі уассариқу уассариқату фақтау айдияхума жазаан бима касаба накалам мин Аллах, садақаллахул азим. Ер немесе әйел ұрылық жасаған кісінің істегеннің қалмысына жаза ретінде, Алладан ғибрат ретінде қолын кесіңдер деген шариғат Құран-ы Кәрімде аят бар. Шариғатта соған негізделген үкім бар. Бірақ ол қалай болады, қалай жүзеге асады? Ұрлықтағы жасалынған дүниенің мәселені түп тамырына зерделеу жасайды. Және ұрланған дүниенің өлшемін таразыға салып, ол белгіленеді. Енді оған қолданылатын жазаның қандай дәрежеде және оның өлшемін белгілеуде міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көрсеткен сүннет арқылы ғана кейінгі мүжтәһид ғұламалар кейінгі үмметке қалтырған ереже ретінде жалғасын тапқан. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өмірде тіршілікпенен құлшылықтың қатар жүретіндігін түсіндірді. Дүниеде жалған біз пәни деп айтатын осы ешкім мәңгі қалмайтын дүниеде тіршілікте керек. Бала шағасын бағу керек, өмір сүру керек. Алла Тағаланың берген рыздық несібесінен сол рыздыққа шүкірлік дей отырып, соған лайықты Алланың бұйырған амалдарын орындау керек. Және Алла Тағала бұйырған құлшылықта шынайы болу керек, тақуа болу керек, жан дүние жаратқанмен байлану керек. Ешқандайда риядан, пендешіліктен арыла отырып, әрбір ісіңізде шынайы ықыласпенен, кіршіксіз пейілмен ниет болу керек. Соның үшінде Құран-ы Кәрімде Алла Тағала бұйырады: «Я айюхаллазина аману ла таъкулу амвалакум байнакум бил батили илля ан такуна тижаратан ан тарадин». Алла Тағала өзара мал мүліктеріңізді ұрлықпенен, өсімқорлықпенен, парақорлықпенен әр түрлі нәрсені желеумен сылтауға алып жемеңіздер. Жаман жолдан сақтаныңыздар, бірақ өз ризашылықтарыңызбенен өзара саудаласудан басқа деп Құран-ы Кәрімде бұйырады. Демек, адамдар берген дүниен несібеде, рыздықта екінші біреудің көз алартып қол салуға болмайтындығын тыйым салды. Бір ісін атқарып беру үшін біреуден пәре алуға харам тыйым салды. Кісінің хаққысын жеуге болмайтын және қолындағы дүние барын, қолында дүниесі болмаған мұқтаж адамның қажеттілігін пайдалана отырып, өсімқорлықпен айналысуға тыйым салды. Бірақ Алла Тағала рұқсат етті, өзара ризашылықтарымызбенен келісе отырып, қол алыса отырып,
сауда саттық қарым қатынас жасауымызға. Міне оны да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түсіндірді. Өзінің хадисінде пісіп жетілмейінше жемістерді сатушы болмаңдар. Әрбір істе сауда, екі жақтағы келісім, бірін-біріменен келісім пісіп жетілмейінше деген мағынада да түсіндіріледі. Сол іспетті, демек, сауда, саттық, қарым қатынас дүниенің тіршілігіндегі нәрсенді ережесі мен қағидатын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көрсетті. Сондықтан да қадірлі жамағат, біз пайғамбарымыз алейхиссаламның үмметі, момын мұсылман қауым, Алланың елшісі Расулулла көрсеткен сүннетіне амал қыла отырып, Алла Таланың бұйырған Құрандағы аяттарына бекем ұстап амал қыла отырып ұстанымда болатын болсақ, біздің жолымыз ақ, біздің бағытымыз айқын, біз нағыз мұсылмандық пайғамбар жолында жүрген үммет топ саналамыз. Міне сүннет пайғамбарымыздың үлкенді сыйла, кішіге де іззет көрсет. Біздің халқымызда салт дәстүр ретінде қалыптасты. Үйіңе қонақ келсе төрді бер, алдыңдағы бар асың мен ықыласыңды Алланың ризалығы үшін кәде қылып көмегіңді көрсет. Жоқ, бұл да пайғамбарымыз сүннетінен келе жатыр. Халыққа салт пен дәстүр ретінде біте қайнасып кетті. Пайғамбарымыз өзің жақсы көргенді өзгеге де лайықты деп көр деді. Міне кеңдікті, пейілдің, шынайы ықыластың, өзің жақсы көрген дүниемен өзгеге бөлісе алған көпшіл ықыласты пейілді де пайғамбарымыздың сүннетінен келе жатыр. Соның үшін қадірлі жамағат, осы Алла Таланың бұйырған амалдарына бекем пайғамбарымыздың сүннетінен мықтап ұстанған және ғұламалармен, ұлылармен жақсылардың жолын көрсеткен ұстанымымызда берік болған Алланың лайықты құлы, пайғамбарымыздың шынайы үмметінен болуды Алла баршамызға нәсіп етсін. Хақ дініміз ислам дініне Алла қуат берсін. Жастарымызға Алла Тағала адаспайтын иман, инсаф, тауфиқ, хидаят берсін. Уа Раббым, бүгінгі қасиетті Саййидул Айям жұма күні осы еліміздің, жұртымыздың, халқымыздың бірлігі менен берекесін Алла баянды еткейсін. Алла Тағала имандылығымызбенен жеткен барша игі жетістіктерімізбенен Алланың беріп отырған осы бүгінгі қайырлы күнімізді Алла Тағала қадіріне жеткен пайғамбарымыздың лайықты үмметінен Алланың сүйікті құлынан болды. Алла нәсіп еткейсін, я Раббым. Елге, халыққа Алла бірлік бергейсін. Алла жұртымызға амандық бергейсін. Алла ел басымызға, Алла Тағала ел басындағы азаматтарға Алла тауфиқ бергейсін. Міне елордамыз Астананың бүкіл әлемге мұсылман елі ретінде, бүкіл әлемге бейбіт сүйгіш ел ретінде, татулық пен тұрақтылықты мұрат еткен ел ретіндегі әрбір игі бастамаларымызды Алла Тағала баянды еткейсін. Еліміз аман болсын, жұртымыз арта берсін, дами берейік. Алла Тағала осындай жақсы күндерімізді Алла Тағала берекелдетсін. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина адабан нар ва адхилна аль-джанната ма'ал абрар. Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин ва ахир дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин. Бирахматика я архамар рахимин.